Кедейшілік. Лев Толстой. Балықшының шап-шағын көнетоз үйінің ішінде балықшының әйелі Ранна тас жамның жарығында бір ескі желкенді жамап отыр. Үйдің сыртында боран ұлып, аласұрған теңіздің құшақ-құшақ толқындары тынымсыз жағаны ұрғылап, әр алуан бейнеге айналып айбаттана көтеріледі, құбылады. Теңіз үстінде дауыл үдеп, айнала қап-қараңғы әрі ызғырық еді. Алайда бұл балықшы отбасының шап-шағын жанұясы соншама жылы әрі жанға жайлы мейірімділік нұрын сеуіп тұрғандай-ақ. Едені тап-таза жуылып тазаланған, мештегі от маздап, сөре үстіндегі шыны табақшадағы тас шамның жарығы әлсін-әлі нұрландыра түскендей ажар береді. Ақ түсті шымылдық тартылған төсектің үстінде 5 бала теңіздің ышқына соққан боранның гүріліне тербеліп, қам қайғысыз ұйқы ошағында балбырап жатыр. Балықшы күйеуі балық ауламаққа ала көбе жамылып, қайығын айдап теңізге шығып кеткен. Содан қазірге дейін оралған жоқ. Әлсін-әлі үдей соққан теңіз дауылының ұлуы мен теңіз толқынының арсылы Раннаның үрейін ұшыруда. Ескі ағаш сағаттың стрелкасы да түнгі 10-ды. Міне енді 11-ді көрсетті. Күйеу әлі қайтып келген жоқ. Күйеу өзіне төнген қауіпке қарамастан, қақаған аяз бен қасқырша улыған боранға қарамай балық аулауға кеткен еді. Бұл оның ақ таңнан қара кешке дейін істейтін жұмысы. Бұл шаруасының нәтижесі қалай болады? Десе де ілде байлап, жоқшылықпен күнелтіп келеді. Балаларының аяғына ілер аяқ киім де жоқ. Әйтеуір қысы-жазы жалаң аяқ, жалаң бас, зыр жүгіреді де жүреді. Ал талшық етер тамағы ақ болка мен қара бидай болкасы. Ол да қонымсыз тамақ. Ең мықтағанда жейтіні балық. Дәл осындай сүркеліктен барып, Ранна ой теңізіне сүңгіп алды да. Дегенмен Тәңірге рахмет. Балаларымыздың бәрінің денсаулығы жақсы, ешқандай бір ренжу, көңілсіздік жоқ, деді өзіне өзі күбірлеп. Сосын бар пейілімен ұлыған боранның сарылының құлақ түре тыңдады да. Акау, ол қазір қайда жүр екені? Тәңірім оған жар бола көр, әмсе қамқорлық жаса, деп бір жағынан сөйлеп, бір жағынан крестті бөлді. Көз ілуге әлі ерте. Ранна орнынан тұрды да, басына бір қалың шарпысын мықтап орап, қолына тас шамды ұстап сыртқа беттеді. Ол теңізге ар-бері қарап тұрды да, теңіз дегенімізде бір сәт толастап бадау тегі. Не таңда тезірек атпады, деді де, қолына көтерген тас шамның жарығы төңірегін жарықтандырып тұрғандай сезінсе керек. Мүмкін ол күйеуінің балық аулаған қайығын көрермін деп те ойлаған шығар. Алайда теңіз бетінен еш нәрседе көруге болмайтын еді. Құтырына соққан боран оның басындағы жаулығын жұлқылады. Ұйтқи соққан боран тынымсыз ұсақ-түйек нәрселерді көршісінің кішкене жапасының есігіне қайта-қайта тықпалайды. Сонымен Ранна көршісінің үйіне жақындай түсті. Бір кеш ұйқы көрмеген ол ары-бері ойлап көрді де, іле-шала есігін қақты. Тың-тыңдап көріп еді, жауап қатқан пенде болған жоқ. Жесір қатынның күнін еткен қаран ет, деді Ранна есігінің алдында тұрып. Баласы онша көп болмағанымен де екеу. Әйтсе де, әрқандай істің бәрін тек ол бейшара ғана қамын ойлаушы еді. Енді міне хал нашар, әрі аурушаң. Жесір қатынның күні шынында мүшкіл. Не болса да кіріп көрейін деген бекінге келді. Ранна және де есікті бірнеше рет қақты, бірақ тіл қатқан адам болған жоқ. «Әй, үлкен жеңеше!» деп Ранна бар даусымен айғайлады. Сосын өз ойымен тұспалдап, бірер жағдай туылған бағалай деп күдіктенді де есікті күшпен итеріп ашты. Тозығы жеткен үйдің іші әрі сыз, әрі суық еді. Ранна тас шамды көтеріп, аурудың қайда жатқанын қарады. Ең алғашқы көзіне түскені сыны кеткен төсек болды. Төсек үйдің есігіне қарама-қарсы қойылыпты. Көрші әйел тып-тыныш, қозғалмастан әлгі төсектің үстінде сұлық жатқан еді. Көргені сол, көзіне әлдеқашан өлген адамның бейнесі біліне кетті. Ранна тас шамын әнтек көтеріп, мойнын созып ілгерілей түсті. Жазбай таныды. Дәп-дәл өзі. Басы кекжиіп, көзі шекесіне тартып, денесі мұздай болып бет-әлпетінен әлдеқашан өлген адамның шырайы білініп,
тып-тыныш ұйықтаған қалпы сұлық жатыр. Дәл қазір бұл дүниеден қоштасқан ана бауыр еттерінен алыста емес, шаштарының ұйпа-түйпасы шығып, сәби жүздерінен жаураған бейнелері білінеді. Олар ескі шапанды жамылып, денелері бүрісіп, екі қоңырқай бас бір-біріне тиісіп ұйықтап жатыр. Анасы өлер алдында балаларының аяғын түтесі шыққан жаулығымен орап, үстілеріне өзінің ескі жамылшын жауып қойғаны айдан анық. Балаларының ұйқысы әрі тәтті, әрі жайлы, қам қайғысыз ұйқы ләззатына шомылды. Ранна ұйықтап жатқан балаларды бесігімен көтеріп, бастарына жаулығын орап, өз үйіне алып келді. Ол ішкі көңіл күйі құлазып, қатты қасіреттенді. Енді ол өзінің ол екеуін үйіне қалай алып келгенін де, не үшін осылай істегенін де білмейді. Алайда ол әбден біледі, өзінің дәл бұлай істеуге болмайтынын. Үйіне қайтып келгеннен кейін екі баланы жайлап, төсектің үстіне жатқызды да өзі өз балаларымен бірге жатты. Әрі тездетіп желкенді тоқып шықты. Енді ол ерекше сабырсызданды. Жүзі қоп-қу болып ағарып, өз-өзінен күйеуінің алдында әлдебір ұят іс істегендей ақ жанын қоярға жер таппай құты қашты. Күйеуім не жағдай болды деп сұраса, не бетімді айттым деп өз-өзінен тақаты таусылып, ой шүңетіне батты. Өзімізде де 5 бала бар. Қалжыңдауға келе ме? Ол сөзсіз менің көкемді көзімен танытатын болды. Шынында өзі балым өзіме. Мен өз еркіммен істеп, өз еркіммен біреудің баласын қабылдап отырмын. Күйеуім қалай қабылдайды? Мүмкін емес, бұлай істеуім шынында өте жақсы іс. Тәңірім, солай ма? Мен неліктен бұлай істеймін? Қазір мен оның сөгісіне қайтып төтеп бере аламын деп, Ранна әңкі-тәңкі болып төсектің алдында ұзақ, үнсіз отырды. Кенет есік ашылып, бір құшақ теңіздің ызғарлы бораны сұқтана үйге кірді. Ранна, мен келдім деп, ұзын бойлы, бет-әлпеті суық сорып қара қошқылданған күйеуі, сүйреткен су зілдей балық аулайтын ауы бар, бір жағынан сөйлеп, бір жағынан мейірлене үйге кірді. Сен бедің? Деді де Ранна қаққан қазықтай сілейіп тұрып қалды. Тіпті күйеуіне басын көтеріп қарайды алмады. Ойбу, бүгін түн неткен қорқыныш деді. Иә, солай, күн райы өте сүркейлі. Балық аулай алдың ба? Құдай атты, рас-ау, Құдай тақ төбемнен ұрды, ештеңе де ілікпеді. Баяғы құрауды сүйретіп келдім. Қара басты, дәл осындай кештерде мен ешқашан құр қол келген емес едім. Сәлден соң және де балық аулауға барамын. Болды. Аман-сау оралғанымның өзіне де шүкір. Күн көзі өте жаман, бұған енді не шара? Ерлі-зайыпты екеуі бір сәт үнсіздікке шомды. Сен білесің бе, деді күйеуіне жапақтай қарап Ранна. Көрші әйел Симон қайтыс болды, деп күмілжді. Рас па? Мен де білмеймін, қай уақытта өлгенін. Мүмкін кеше өлген болуы мүмкін. Ой, оның өлімі шынында өте аянышты екен. Ол сөзсіз балаларының көңілін алаң етпейін деп, сәби көңілдеріндегі бар ауыр қайғыны арқалап, азапты да қасіретті өліммен өліп отыр. Екі баланың екеуі де әлі қарғадай. Тіпті біреу әлі сөйлейді алмайды. Енді біреуі енді еңбектеп жүр. Деді де Ранна сөзінің соңын жұтып алды. Күйеуі қабағын түйіп, ішкі көңіл күйінің астаң-кестеңі шығып, қатты қайғырып кетті. Неткен шебер жазмыш еді, деп күйеуі басын шайқап өкінді де. Сен айтшы, енді не істеуіміз керек? Мен барып оларды көтеріп келейін бе? Зәуде қалған балалары оянып, анасының өлген сүлдесін көрсе, қандай жағдай туыларын кім білсін? Дұрыс, дәл солай. Қазір барып, кінәсіз сәбилерді алып келуіміз керек. Тезірек бара қояйын ба? Деді көзіне жас үйіріліп. Алайда Ранна тезден емеурін білдіре қойған жоқ. Сен қосылмайсың ба? Саған не жеткен өзі, Ранна? Ол екі сәби осында, деді де. Ранна шымылдықты бір жағына қарай сыра берді.